Джон и Анна Дарвин екеуі бір-бірін бұрыннан танитын еді. 1973 жылы екеуі үйленуге бел буды. Олар жақсы отбасылардың қатарында болды. Олардың 2 баласы болды. 2 ұл балалар Марк және Энтони атты. Джон Дарвин 18 жыл бойы мектепте математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарды. Ал Анна болса бала босанғаннан кейін балаларға қарады, уақыт өте хатшы болып жұмысқа тұрды. Бұлардың жанұясын өзгерткен оқиға 2002 жылы болған еді. Ол кезде Джон мен Анна Дарвиннің жастары 50-ден асқан еді. Олар Сетан Крю деген жерде тұрып жатқан еді. Ол Англияның солтүстік шығысында орналасқан аймақ еді. Олардың 13 ғимараты бар еді. Ол ғимараттар судың жағасына жақын болатын. Олар ол ғимараттарды жалға беретін, сонымен жақсы ақша табатын. Ал олардың 2 баласы өскен соң жеке тұрды. Джон Дарвин ақшасы болса да, ол мұғалім жұмысын жалғастыра берді. 2002 жылы 21 наурызда Джон Дарвин жұмыстан кейін үйге келмеді. Соған уайымдаған әйелі Анна Дарвин Джонның жұмысына хабарласады. Жұмыстағылар Джонның жұмыстан 3 сағат бұрын шығып кеткенін жеткізді. Бұны естіген Анна Дарвин қатты уайымдап полицияға хабарласты. Полиция келіп Анна Дарвинмен сөйлесті. Олар толық ақпаратты алғаннан кейін көршілерін сұрастыруға көшті. Көршілердің ішінен бір көршісі ғана керекті ақпарат берді. Джон Дарвинге ұқсас адам су жағасына каноэге, яғни қайыққа отырып жүзгенін көрген. Полиция 3 тікұшақ, 6 құтқарушы қайықпен 16 сағат бойы іздестіру жұмыстарын атқарды. Олар Джон Дарвинді таппады. Бірақ каноэні тапты. Джонды таппаған полиция Джон теңізге батып қайтыс болды деген шешімге келді. Дарвин жанұясы да қараңғы күндер келді. Олар бұнымен келіспеді. 1 жыл өткеннен кейін ресми түрде Джон Дарвин қайтыс болды делінді. Джон каноэмен жүзуді жақсы білетін және тәжірибесі мол еді. Қалай бұлай болғанын әйелі түсінбеді. Ол теңізге кеткенде мүмкін жүрегі тоқтап сонымен қайтыс болған шығар деген ойда болды. Үлкен зәулім үй. Джонды еске сала берді. 5 жыл бойы Анна Дарвин күйеуін ұмыта алмады. Сондықтан соң ол үйді сатуға бел буды. Үйді сатып, басқа жаққа көшіп, жаңа өмір бастамақшы болды. Ол үйді сатқаннан кейін Панамаға көшті. Балалар анасының көшкенін қолдады. Анна Дарвин Панамада жаңа өмір бастап, демалып өзіне келе бастағандай болды. 3 ай өткеннен кейін полиция учаскесіне амнезиямен ауырған адам келіп, «Мен соңғы 5 жыл қайда және не істегенімді білмеймін. Менің атым Джон Дарвин болу керек» деді. Полиция базаны тексеріп, Джон Дарвин болуы мүмкін деген шешімге келді. Джон Дарвиннің балаларын учаскеге шақырды. 31 жасар Марк және 29 жасар Энтони келіп әкесін көріп жылап, қатты құшақтады және полицияға әкесі екенін растады. Бұл жайт жаңалықтарды, ғаламторды шулатты. Панамадағы Анна Дарвин бұған сенбеді. Көптеген тілшілер Аннадан ақпарат алғысы келді. Соның бірі Дэвид Ли 3 желтоқсан күні Панамада Анна Дарвинмен кездесіп, сұхбат алды. Сұхбаттан кейін Анна Дарвин үйге келді. 2 сағаттан кейін біреу есікті қақты. Анна Дарвин есікті ашқанда тілші Дэвид Лиді көрді. «Кешір, сізге оңай болмайтын шығар, бірақ мына суретке қараңызшы» деді тілші. Бұл сурет 1,5 жыл бұрын істелген еді. Суретті көрген Анна Дарвин тіл жұтып қалды. Көзі үлкейіп, түрі ағарып кетті. Келесі күні Джон Дарвинді тұтқынға алды. Неге? Қалай және суретте Анна Дарвин не көрді? Сіздермен бірге Fortress of History каналы. Каналға жазылып лайк басыңыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл оқиғаны жалғастыру үшін біз 5 жыл бұрын болған жағдайға, яғни Джон Дарвин жоғалған уақытқа қайтамыз. 2002 жылы 21 наурызда Джон Дарвин расыменде каноэмен теңізге шыққан. Түнде теңіз жағасына қайта оралып, каноэні 1-2 жерін майыстырып, басқа қалаға кеткен. Ол қалада қонақ үйге қонған. Бұл оқиғада ең қызығы, Анна Дарвин күйеуінің тірі екенін білген. Ол оны 13 ғимараттың бірінде өмір сүрген. Ол бөлме шатырда еді. Ол бөлмеге жасырын есік арқылы кіретін. Джон сақалын ұзынғып өсіріп қалада жай барақат жүрген. Ол жаңа құжат жасатқысы келді.
Құжат жасау қиындыққа туды. Ол жергілікті мазарға барып, өзінің туған күніне жақын өлген адамды іздеді. Ол адам Джон Джонс болды. Джон Джонс 27 наурызда 1950 жылы дүниеге келген. Джон Дарвин өзіне жаңа құжат жасады. Ол енді Джон Джонс болды. Не үшін бұндай іске барды? Не үшін 5 жылдан кейін полицияға барды? Бұлардың қандай ойлары бар еді? Джон мен Анна Дарвиндерде 13 ғимарат болса да, жалға бергеннен келген ақша ипотеканы жаппады. 13 ғимаратта ипотекада еді. Ипотеканы жаба алмаған екеуі Джонды өтірік өлтіріп, сақтандыру полистан ақша алмақ болды. Олардың жоспарлары іске асты, өйткені Джон Дарвинді ресми түрде өлді деп жариялағаннан кейін, сақтандыру компаниясы 500 000 фунт стерлинг ақша аударды. Анна Дарвин ипотекаларын жауып 200 000 фунт стерлинг артық қалды. Ал Джон Дарвин осы жылдарда компьютер ойындарын көп ойнады. Ол сол ойында бір әйелмен танысты. Ол әйел Америкадан еді. Ол жалғыз басты әйел болған. Джон ол әйел арқылы Америка үйлеріне инвестиция туралы көп ақпарат алды. Ол бір Америка қаласындағы ранчоны сатып алмақшы болды. Бірақ оған әйелі қарсылығын білдірді. Джон киімдерін жинап Америкаға ранчоны сатып алуға ұшып кетті. Ол Америкаға барып ранчоны $27 000 сатып алды. Бірақ ранчоны сату қиындық тудырды. Уақыт өте келе Джон Америкадағы құрбысына хат жазып қорқыта бастады. Ол оған итін өлтіруге, қызын зорлауға, өзін өлтіріп үйін өртейтінін айтып, қорқытып хат жазған. Бірақ ол сол бойы ақшаны қайтара алмады. Енді Джон әйелі екеуі көшетін мемлекет іздестірді. Ол Кипр, Грецияға бармақ болды. Бірақ соңында олар Панамадан үй алып сонда екеуі көшті. Бастапқы кезде екеуі жақсы өмір сүрді. Климаты, адамдары да ол екеуіне жақты. Оларға бәрі ұнады. Бірақ уақыт өте келе Джон Дарвин неге Англияға қайта оралып, полицияға барды. Джонның айтуы бойынша ол балаларын, немерелерін қатты сағынып қайтып келген. Полицияның ойынша, Джон Панамада жұмыс істеу үшін Англияның жергілікті органынан оған мінездеме қажет болғандықтан қайтып Англияға оралған. Ал енді Анна көрген суретке келетін болсақ. Сол сұхбаттан кейін тілші қонақ үйге барып ғаламтордан Джон не Анна туралы ақпарат іздемек болады. Сол кезде ол Панамадан үй алып жатқан кездегі суретті көреді. Ол суретті Анна мен бәрге Джон Дарвинде болған. Келесі күні бұл суретті тілші полицияға берді. Полиция Джон Дарвинді сол күні тұтқынға алды. Соттың шешімі бойынша екеуін 6 жылға соттады. Мемлекет 13 ғимаратты сатылымға шығарды. Бұндайда әке-шешесінен күтпеген балалары әке-шешесінен байланысты жойды. Сақтандыруды жабу үшін Джон және Анна екеуі түрмеде ресми түрде ажырасты. Олар түрмеден уақытынан ерте 2011 жылы шықты. Джон Дарвин Филиппинге көшіп, сол жерде өзінен 25 жас кіші келіншекке үйленді. Ал Анна Дарвин Болман түрмеден шығып балалармен қарым-қатынасын түзеді.